Сәлем оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен ұбт география бойынша жаңа сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бұл дамушы елдердегі шаруашылықтың аумақтық құрылымы және дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштерін салыстыру. Осы екі тақырыпты өтеміз. Және де осының ішінде бүгін сіздермен қарастырамыз. Бұл бірінші дамушы елдердің экономикалық орналасуы, дүниежүзі елдерінің экономикалық көрсеткіштері және жалпы ішкі өнім. Кеттік. Бірінші, дамушы ел дегеніміз бұл енді ғана дамып келе жатқан өндірістің барлық түрі бар, бірақ толық дамып жетілмеген елді дамушы ел деп атаймыз. Бұл елдерде шаруашылық құрылымының негізгі ерекшеліктері отарлық кезеңде қалыптасты. Отар дегеніміз бұл колония, яғни дамушы елдердің көп бөлігі, яғни 90%-дан астамы кезінде, осыдан 100 жыл бұрын, бір империяның отары болған. Яғни отар дегеніміз бір күшті мемлекеттің басқа бір әлсіз мемлекетті келіп, иеленіп, соған саяси түрде басшылық жасауы. Мысалға біздің Қазақстан, осыдан 100 жыл бұрын біз Ресей империясының отары аймағы болдық. Сол сияқты. Және де Қазақстан қазіргі таңда дамушы елдердің қатарына кіреді. Сондықтан бұл дамушы елдер аумақтық құрылымның отарлық типі деп аталатын құрылым көптеген дамушы елдерде сақталып қалған, яғни қазіргі кезге дейін сақталып келе жатыр осы отарлық деңгей. Отарлық типтің басты белгілері бұл бірінші елдің жекелеген бөліктерінің күшті айырмашылық жасауы. Бұл дегеніміз, яғни бір үлкен дамушы мемлекеттің бір аймағы жақсы дамыса, енді бір аймағы мүлдем дамымай қалып кетеді. Яғни аймақтар бір-бірінен өте үлкен айырмашылық жасап тұрады экономикалық жағынан. Осы отарлық типке тән белгі. Екінші, дамыған өнеркәсіп және ауыл шаруашылықты аудандардың аздығы. Яғни дамушы елдерде дамыған өнеркәсіп пен ауыл шаруашылықтың, яғни дамыған ауыл шаруашылықтың аудандары аз болады, және де шаруашылық әркелкі таралады. Ол мемлекеттің орталығына. Сосын, үшінші, көлік жолдарымен қамтылудың төмен деңгейі. Яғни ол мемлекеттерде көлік жолы бар, бірақ оның сапасы төмен, немесе толықтай дерлік басқа бір қалаларды бір-бірімен байланыстырмайды. Сосын төртінші, аумақты пайдаланудың ошақты сипаты. Яғни бұл дегеніміз халықтың көп бөлігі осындай жоғары дамыған астаналар, немесе бір мегаполистердің жан-жағына жиналып алады, агломерация жасап. Осыны аумақты пайдаланудың ошақты сипаты деп атаймыз. Міне осындай белгілер тән қазіргі 90% дамушы елдерге. Басты орталықтың рөлі, бұл дамушы елдерде басты орталықтың қызметін Астана атқарады, яғни орталық қаласы, capital city. Ол шамадан тыс өсіп басқа қалалардың өсуін тежейді. Яғни дамушы елдерде, мысалы Аргентина, Латын Америкасына дамушы елдерде Астана оған көп ақша құйылады, және де оған көп ақша құйылғандықтан ол басқа қалалардың өсуін тежеп тұрады. Не осындай құбылыс тән дамушы елдерде. Мысалға, Аргентинада Буэнос-Айрес агломерациясында халықтың, яғни Аргентина халқының 1/3 бөлігі, ал өнеркәсіп өндірісінің 2/1 бөлігі орналасқан осы аймақта. Яғни бұл өте ең нашар құбылыстардың бірі, себебі басқа аймақтар дамымай қалып қояды. Немесе мына жерде Уругвай астанасы Монтевидео қаласында, бұл жерде осы Монтевидеоның жан-жағында елдегі өнеркәсіптің 4/3 бөлігі орналасқан. Яғни почти 70% осының аймағында орналасқан өндірістің Монтевидео қаласында. Экономикалық астана. Экономикалық астана қызметін астана емес қалада атқара алады. Яғни қаржы өте көп құйылып жатқан, немесе халқы өте экономикалық тұрғыдан белсенді қалаларда ондай қызметті атқара алады. Мысалға, Үндістандағы Мумбай,
немесе Калькутта, Бразилиядағы Сан-Паулу, Мароккодағы Касабланка қалалары. Осы қалалар экономикалық астана қызметін атқарады бұл елдерде. Неге? Себебі бұл жерде сауда-саттық жоғары деңгейде жүреді, және де халық көп тұрады, экономикалық белсенді халық көп, және де бұл аймақтар бір портты аймаққа жақын, теңізге шыға алатын аймақтар. Сондықтан экономикалық астана қызметін атқарады. Қосалқы орталықтар немесе фокустар деп аталады. Бұндай орталықтардың қызметін экспортқа маманданған аудандар атқара алады. Яғни өнеркәсіптің экспортқа бағытталған аймақтары. Мысалға, бұндай қалалар ірі порттардың жанында орналасқан зауыттар, және де ірі порттарды өндіруші мен өнеркәсіп пен плантациялық шаруашылық тән ішкі аудандармен байланыстыратын магистральдар бар. Яғни, мысалға, мына жерде біз Испанияның картасын көре аламыз, иә? Испанияның картасына қарасақ, мына жерде Валенсия қаласы бар. Бұл Валенсия қаласы портты қала. Бұл қосалқы бөлшек, яғни осы жерге басқа аймақтармен байланыстыратын жолдар бар мына жақта. Және де бұл жерде үлкен порт бар. Сол жерде өнеркәсіп орналасқан. Және де ауыл шаруашылығымен мына жақта ішкі аудандарды байланыстыратын жолдар бар. Сондықтан бұл жерге де экономикалық тұрғыдан фокус жасалады. Сол себептен бұл аймақтар қосалқы орталықтар деп аталады. Сосын периферия қызметін ірі ішкі аудандар атқаратын ішкі аудандар. Яғни бұндай жерлерге тән құбылыстар бұл ауыл шаруашылығының дәстүрлі тұтынушы түрі басым. Яғни тағы да экономикалық белсенді халыққа келеміз. Мысалға, мынау бір мемлекетте алайық. Бұның астанасы мына аймақта орналасқан дейік. Мына аймақта орналасқан астанасы. Ал мына жерде бір үлкен орталық бар. Бұл орталықта ауыл шаруашылығында өте көп тұтынады, тауарларды көп тұтынатын халық бар. Бұл жаққа бүкіл қаржы жиналады осы аймаққа. Яғни астанамен бірдей деңгейде бұл аймаққа жиналады. Бұны біз периферия аудан деп атаймыз. Және де бұл аудандар артық тұрғындарын ірі портты қалаларға жіберіп отырады. Яғни халық көп тұратындықтан бұлардың халқы көбінесе басқа бір портты аймақтарға барып, қызмет етіп, жұмыс жасап, солай өмір сүреді. Сосын тепе-теңдіктің сақталмау мәселесін шешу. Бұл дегеніміз жаңағыдай халықтың астананың жан-жағына көп жиналмауы. Мысалға, ел астанасын орталық игерілмеген ауданға көшіру. Бұндай тәжірибе 1960 жылы Бразилияда болған. Яғни Бразилия астанасын Рио-де-Жанейро қаласынан орталық бөліктегі Бразилия деген қалаға көшіріледі. Мына аймаққа, яғни 1960 жылы Рио-де-Жанейродан орталық игерілмеген аймаққа көшірді астанасын. Сөйтіп, мына жақтағы аз игерілген аймақты игеруге кіріседі бұл мемлекет. Осылай тепе-теңдіктің сақталмау мәселесін шешкен бұл елде. Сосын дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштерін салыстыру. Елді сипаттайтын маңызды көрсеткіштерге біз бірінші ел экономикасының типі, сосын жалпы ішкі өнім көлемі мен оның құрылымы, халықтың өмір сүру деңгейі мен оның сапасы, және елдің ғаламдық бәсекеге қабілеттілігі. Ел экономикасының жағдайы ең алдымен бірінші жиынтық ішкі өнім көлемімен анықталады. Яғни жиынтық ішкі өнім дегеніміз бұл бір жылдың ішінде бір мемлекеттің өндірген тауары, көрсеткен қызметі, жалпы елдің ішіне келген ақша, соның барлығының құны бізде жиынтық ішкі өнім деп аталады. Бұндай жиынтық өнімнің екі түрі бар. Ол бірінші бізде жиынтық ішкі өнім және жалпы ұлттық өнім.
Бұл көп жағдайда бізде тек мынау жалпы ішкі өнім ғана есептеледі. Бұның барлығын есептеу үшін, яғни жалпы ішкі өнімді есептеу үшін бірыңғай валюта ақш доллары қолданылады. Халықаралық салыстыруларды дәл жүргізу үшін жалпы ішкі өнім сатып алу қабілетінің паритеті есебімен беріледі. Бұл бірінші, бізде мына жерде 2017 жылғы көрсеткіштер бойынша әлем елдерінің сатып алу қабілетінің паритеті бойынша жалпы ішкі өнім көлемі көрсетілген. Бізде 2017 жылы бірінші орынды Қытай иеленді. Бұл жерде 23 триллион 208 миллиард долларды құраған Қытайдың жалпы ішкі өнімі. Сосын екінші орында ақш-тың жалпы ішкі өнімі САқП бойынша 19 триллион 485 миллиард долларды құрады. Сосын үшінші орында Үндістан 9 триллион 474 миллиард долларды құраған. Сосын төртінші орында Жапония 5 триллион 443 миллиард. Сосын Германия 5-ші орында 4 триллион 199 миллиард долларды құраған. Ал 6-ші орында бізде Ресейдің жалпы САқП бойынша жалпы ішкі өнімі 4 триллион 16 миллиард долларды құраған. Кейіннен Бразилия, Индонезия және Ұлыбритания. Елдің экономикалық деңгейін, яғни даму деңгейін анықтауда жалпы ішкі өнімнің жан басына шаққандағы көрсеткіші ескеріледі. Жағы осының алдында көрсеттік қой сіздерге кестені. Сол жердегі миллиард доллар елдің ішіндегі халықтың санына бөлінеді. Енді сол бойынша көрсеткіштерді қарасақ, бізде жалпы ішкі өнім деңгейі жан басына шаққанда жоғары елдер, бұл бірінші орында Катар мемлекетінде жалпы ішкі өнімді жан басына шаққанда әр адамға 124.529 доллардан келеді. Сосын екінші орында Люксембург, бұл елде әр адамға 106.374 доллардан келеді. Үшінші орында Сингапур 93.905 доллар, кейін Бруней 78.196 доллар. Бұл елдер неге жаңағы Қытайдан, ақштан немесе Германиядан көп деп ойлап тұрсаңыздар, бұл елдердің экономикасында пайда көп түседі, бірақ халқының саны аз. Сондықтан мына жердегі ақша өте көп болып бөлінеді. Ал мынау Қытайда сіздер білесіздер 1,5 миллиард адам тұрады. Әйтпесе Қытайдың экономикасы өте жоғары. Егер соны Қытайдың жалпы ішкі өнімін 1,5 миллиард адамға бөлсе, өте аз ақшадан тиеді. Сондықтан олар мына жердегі бірінші орындарға кірмейді. Міне осындай бірінші жетілікке бізде Бруней, бірінші жетілікке бізде Катар, Люксембург, Сингапур, Бруней, Ирландия, Норвегия, Біріккен Араб Әмірліктері кіреді. Ал мына жерде жалпы ішкі өнім деңгейі адам басына шаққанда төмен елдер. Бұл бізде Мадагаскар. Мадагаскарда әр адамға 1551 доллардан келеді жылына. Сосын оңтүстік Судан 1489 доллар, Либерия 1354 доллар, Йемен 1287 доллар, Мозамбик 1244 доллар, Малаван 1167 доллар, сосын Нигер 1164 доллардан келеді. Енді осы кестенің жалғасы, бізде мынау жалпы ішкі өнім деңгейі жоғары елдерді, мына жерде Кувейт, Швейцария және ақш аяқтайды. ақш жаңа сіздер көрдіңіздер, сатып алу қабілетінің паритеті бойынша әлемде екінші орынды иеленеді жалпы ішкі өнім бойынша. Бірақ сол жалпы ішкі өнімді жан басына шаққанда 10-шы орынды иеленеді. Бұл ақштың әр тұрғынына жылына 59.500 доллардан келеді. Не осындай? Түсінікті ғой сіздерге жалпы. Ары қарай кеттік. Қазақстанда осы жалпы ішкі өнім көлемі сатып алу қабілетінің паритетіне шаққанда 2017 жылы 478 миллиард ақш долларын құраған. Оны жан басына шаққанда әр қазақстандыққа 26.252 долларға тең болады. Не осындай?
Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті әрі қызықты болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.